Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет үй жағдайында пицца пісіретін боламыз. Пиццаларымыз өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қарап, егер ұнап жатса, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізіп ұнымызды салып аламыз, үстіне қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз және құрғақ ашытқымызды саламыз. Құрғақ ашытқым түспей қалыпты, міндетті түрде қосыңыздар. Аздап сұйық май қосасыздар және жылы суды қоса отырып жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті төменде описанияға қалдырып кеттім. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 2 пицца шығатын болады. Міне дәл осындай қолға жабысатын жұмсақтау қамыр шықты. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, тындырып, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Жылығып, орап қойыңыздар. Арада жарты сағат өткен соң қамырларымыз ашып шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді кішкене ұн сеуіп, қамырларымызды ыдыстан босатып аламыз. Және дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Дәл осылай. Суалалап аламыз дөңгелектеп. Пергамент қағазын төсеп, мен сразу сол қағаздың үстіне жайып дайындап алдым қамырларымды. Міне қолдың көмегімен жайсаңыздар да болады, өте жұмсақ, тез жайылады. Үстіне майонезімізді жағамыз. Өте оңай достар, сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Және чили кетчупын қостым мен, кішкене ашылау болып шығады дәмі. Жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп, толықтай қасықтың көмегіменен жағып аламыз. Кішкене орегано қостым. Керемет, ерекше дәм береді орегано дәмдеуіштері. Бетіне енді қалаған салмаларын сала берсеңіздер болады. Мен бүгін колбасамен жасадым. Сырымызды сеуіп аламыз. Пиццаларыңыздың сыры көптеу болса, соғырлам дәмдірек болып шығады. Бетіне енді алдын ала турап дайындап қойған колбасаларымызды қойып шығамыз. Қаласаңыздар, қызанақпен, тәтті бұрыштармен, саңырауқұлақтармен, тауық етімен жасай берсеңіздер де болады. Тағы да сырымызды сеуіп шығамыз. Майда үккіштен өткізсеңіздер сырларыңызды, өте нәзік болып шығады. Міне дайын болды. Духовкамызды алдын ала 200 градусқа қыздырып қойдым. 200 градуста 15 минутта пісіріп алдым. Осыменен дайын пиццамыз, өздеріңіз көріп тұрғандай, сап-сары, өте нәзік, дәмді болып шықты. Және қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де ас болсын достар. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта осындай көптеген қолжетімді түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Егер видеом ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.